Жаннардың қасындағы, иә? Тағы да? Және бір топ адам. Бір топ адамдар, олар кімдер? Не үшін келді деп ойлайсыздар жаңағы жерге? Олар кітап алуға келген. Кітап алуға келген болатын, иә. Бір топ адам, яғни лық толы кезекте тұрған адамдарды біздер байқаған болатынбыз. Оқушылар, оқу жылы басталып жатыр, өте дұрыс айтасыздар. Яғни бұл көріністе оқу жылы басталып, кітап алуға келген кейіпкерлерді көрдік. Соның ішіндегі ең басты кейіпкерлер өздеріңіз айтқандай Қожа, Жантас, Жанар және Майқанова екен. Оқушылар, осы кейіпкерлердің іс-әрекеттері арқылы мінездеме берейікші. Жаңағы көрген бейнероликте кейіпкердің іс-әрекеттерін байқадық қой. Сол арқылы бұл кейіпкерлерге қандай мінездеме бере аламыз? Қожа өте қу болған. Өте қу, жақсы, тағы. Және ол өте позитивті адам. Позитивті, жақсы. Бірінші Қожаға береміз. Қу, позитивті, тағы да? Тез. Бұзық дейді. Тағы да? Ұсақ. Жылдам. Тағы? Жылдам. Ол жылдам. Жылдам дейді, өте жақсы. Қандай байқампаз оқушылар едіңіздер? Тағы да? Көңілді. Және тез ойланады. Ол тез ойланады. Тез ойланады дейді. Жақсы. Ойын тез жеткізеді. Жақсы оқушылар. Ал келесі кейіпкеріміз Жантасқа қандай мінездеме береміз? Мақтаншақ. Мақтаншақ. Жантас өте сиқырлы көрінеді. Өзінше. Өзімшілдігі байқалады. Өте дұрыс. Қорқақтығы да бар екен. Жақсы. Тағы да? Өте сыпайы. Жантас сыпайы деп айта аламыз ба? Ол бәрі апайға ұстаз айтып береді. Барлығын апайға айтып береді дейді. Жақсы. Оқушылар, жалпы сіздердің ойларыңызша Жантастың іс-әрекеті арқылы ол мақтаншақ, өзімшіл екенін байқадық. Жақсы. Ал Майқанова апай ше қандай кейіпкер іс-әрекеті арқылы қандай мінездеме бере аламыз? Қатал. Ол қатал. Қатал, өте. Жеңіл шошып қалады. Тағы да? Тез алданып қалатын адам. Тез алданып қалады. Тез алданып қалады дейміз, жақсы, мүмкіндік береді, иә? Әрбір оқушыға. Баланың көңілін қарайды екен. Жақсы. Тағы да? Мен ойымша жақсы апай. Жақсы мұғалім екені көрініп тұр. Өте жақсы. Жақсы, келесі кейіпкеріміз біздің кім болып табылады, төртінші кейіпкер? Жанар. 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 Қалай сипаттаймыз Жанарды? Ақылды. Ақылды. Ашық мінезді. Тәртіпті. Мейірімді. Ақылды. Ақыл, жақсы. Бұл Жанарға тән қасиет екен. Яғни Жанардың бойында жақсы қасиеттер көп екен. Байқадыңыздар ма, оқушылар? Оқушылар, жаңа айтып жатырмыз ғой, біздер Қожаға мінездеме бердік, иә? Қожаны сотқар, ол бұзық дедіңіздер. Қу, айлакер дедіңіздер. Алайда көңілді, яғни позитивті деген оң жақ көзқарастарды да байқадық. Оқушылар, осы Қожаны біздер қалай түзей аламыз? Фишбоун әдісі арқылы талдайықшы. Қожа неліктен оны сотқар деп айтады? Оның қандай себептері бар? Оны сотқар болмас үшін қандай шығу жолдарын ұсына аламыз? Қанекей, өзіміз себебін анықтайық Қожаның сотқарлығын, және де шығу жолдарын ұсынайық. Қожа сотқар болмау үшін не істеу қажет екен? Ойланып көріңіздер. Қожаны неліктен барлығы сотқар деп айтады? Иә, мына жерге қолдарыңызды көтерсеңіздер, мен барлығын көріп отырамын. Жақсы, Асхат, неліктен бір ғана бұзық болады. Өте бұзық нәрселерді жасайды бәрінен. Сондықтан ол сотқар болмау үшін оған көп жақсылық жасау керек адамдарға. Асхат өте жақсы. Себебі ол бұзықтықты көп жасайды, ал бұзық болмас үшін жақсылық көп жасау керек, шығу жолдарын ұсынып тұр. Өте жақсы. Аяна? Ол өте қу бала, сондықтан оны сотқар деп айтады.
Қу болғандықтан сотқар дейді. Жақсы. Ал қандай шығу жолын ұсынасың, Аяны? Ол білімді бала. Оған көп қулық жасамай, кішкене честный болу керек. Жақсы, жауаптылық керек. Жақсы. Амила, айта қойыңыз. Қандай себебін анықтадыңыз? Ол сотқар себебі ол жаман қылықтар жасайды, а ол жаман қылықтар жасамас үшін оған жақсы достар табу керек. Себебі жаман қылықтарды оған достар көрсетеді. Айналасын жақсы адамдармен қоршау. Амила, өте жақсы пікіріңіз құнды. Жақсы. Мирас? Қожа өте бұзықты, бірақ жақсы бала. Жақсы бала екенін көрінеді. Бұзықтығын қай тұсынан байқадыңыз, Мирас, осы іс-әрекеттер арқылы? Қай жерден байқаймыз бұзықтығын? Кітаптарды, апайды аудады. Апайды алдау. Өте жақсы. Шығу жолын ұсынайықшы, Мирас. Қалай шығуға болады осы тұста? Қожаның сотқарлығын қалай түзеуге болады? Көбірек жақсы нәрселерді жасау, адамдарға көмектесу. Жақсы. Оны жұмысқа салу керек. Жұмыс жасау керек дейді. Жанпейіс, сіз шығу жолын жұмыс жасау керек деп ұсынасыз, иә? Сіз не істер едіңіз, Жанпейіс? Қандай шығу жолын тағы да? Апай тақтайын, шешімен. Жанпейіс, жолда келе жатырмыз, иә? Қандай шығу жолдарын ұсынамыз? Жаңа керемет оқушы мысалдар келтірді. Шығу үшін айналасына жақсы достар жинау керек екен. Оны жұмыс жасату керек дейді. Жұмыс жасату арқылы жауаптылығын арттырады дейді. Жауапты болу керек дейді. Тағы да қандай шығу жолдарын ұсынасыз? Қожаны дұрыстап көрейікші мінезін. Тәртібін түзеу керек. Тәртібін түзеу керек. Жақсы. Таңатар, жақсы. Бір сөйлемен қорытындылайық. Қожаны тәртіпке салу үшін, сотқар болмас үшін не істеу қажетпіз? Менің ойымша, шыдамсыз оған шыдамды болу. Шыдамдылық қажет дейді. Яғни, осы қалыптарды, осы мінездерді бойына сіңіру арқылы біздер қожаның сотқарлығынан арылта алады екенбіз. Жақсы, біздер қожаның бойындағы қасиеттерін анықтап, оны неліктен сотқар екенін анықтадық, оған шығу жолдарын ұсындық. Алайда тағы да мысал келтіру қажет біздер, иә? Мысал жеткіліксіз. Жаңа біреуіміз айтып кеттіңіз, ол өте қу, айлакер, бұзықтық жасады. Бір бұзықтығы оның мына кітапты алдап алуы. Ең алғашқы кездесу ұстазымен кездескен уақытта кітапты қойнына тығып, қулықпен асырып, өзін бұзықтық жасап алдап алып кетуі дедіңіз. Жақсы оқушылар, әрі қарай білімімізді тексеру үшін дұрыс-бұрыс ойынын ойнайық. Қазір қолымызға дұрыс-бұрыс парағын аламыз. Кейіпкерлерге берілген суреттеулердің дұрыс немесе бұрысын анықтаймыз. Мен сіздерге оқып отырамын. Жан-жақтан жамырап айқайламаймыз. Жай ғана парақтарыңызды көрсетсеңіздер, мен түсінемін. Дұрыс болса, дұрыс парағын, яғни құс белгісін жасыл, ал қате болса, дұрыс емес парағын көрсетесіздер. Өте жақсы көріп отырмын. Барлығымыз қолымызға алайық, экранымызды қосайық. Бізде экран жасамайды дегендер комментарийға жазып отырыңыздар, барлығын оқып отырамын. Қанекей, ендеше бастайық. Жаңа оқытушы бізді оқу жылының басталуымен құттықтады, өзін таныстырды. Бұл Жанар. Жанар ма оқушылар? Көрсетейік. Көрсетейік. Жақсы. Бұл бұрыс дейді. Дұрыс айтасыздар. Бұл бұрыс әрекет. Жаңа оқу жылында келген жаңа ұстаз кім? Майқанова. Майқанова. Бұл яғни бұрыс ақпарат екен. Екінші кеттік. Біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу, сабақ үстінде сыбырлап сыпсындағыш. Бұл жантас туралы берілген мінездеме. Өте жақсы оқушылар. Барлығыңыз дұрыс деп жауап беріпсіздер. Бұл қожаның жантасқа берген мінездемесі болып табылады. Өте жақсы, барлығыңызды көріп отырмын.
Ары қарай кеттік. Япырай, мұндай да шаш біте береді екен-ау. Мынау шаш емес, тікенек қой, тікенек. Мінезінің шатақтығы осыдан-ақ көрініп тұр. Бұл қожа туралы айтылған пікір. Я? Ең алғашқы бөлімінде таныстық, есімізге түсірейік. Жақсы, қателескен оқушылар да бар екен. Бұл дұрыс ақпарат. Ең алғашқы бөлімінде, яғни қожа өзінің атын талдаған кезде, осындай пікір айтып кеткен болатын. Өте жақсы, көбіміз дұрыс жауап бердік. Қателескен оқушыларымыз қатемен жұмыс жасап отырайық. Келесі. Ал бойымды біреулер орта бойлы дейді. Әжем болса, әкең тәрізді сұңғақ боласын дейді. Бұл Жантастың сөзі. Дұрыс ақпарат па, бұрыс ақпарат па? Өте жақсы оқушылар. Бұл бұрыс ақпарат екен. Бұл кімнің сөзі? Қожаның. Бұл қожаның сөзі екен. Жақсы оқушылар, дұрыс анықтадыңыздар. Яғни бұл арқылы біздер барлық кейіпкерлерді, осы 4 кейіпкерді танып, 4 кейіпкерге тән мінездерін анықтап алдық. Яғни қайсы кімге тән екен барлығын меңгердік деген сөз. Я, оқушылар? Оқушылар, сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Бойынша қоятын сұрақтарымыз жоқ па? Жоқ. Оқушылар, ендеше кері байланысқа түсеміз. Рефлексия SMS арқылы кері байланыс жасайсыздар. 3 хаттың түрін ұсындым. Егер сабақтан өзімді жақсы сезіндім, бәрін түсіндім десеңіздер, осы тәрізді SMS жазып жібересіздер. Егер сабақта өзіме сенімсіз болдым, аздап қиналдым десеңіздер, осындай смайликпен SMS жазасыздар. Егер сабақты мүлдем түсінбей қиналған болсаңыздар, сұрақ белгісімен дәл осындай SMS жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса да кез келген уақытта жазып кері байланысқа шығыңыздар. Жақсы ма, оқушылар? Жақсы. Оқушылар, ендеше сабағымызды қорытындылайықшы. Бүгінгі сабақта біздер не үйрендік? Біз Адамдарға дұрыс анықтама беру. адамдарға добрее нужно быть. Адамдарға қолдау керектігін үйрендік тағы да. Адамдардың мінезін іс-әрекеттерінен Мысалы, адам сотқар болса, қандай шығу жолын табу керек? Шығу жолын табу екендігін білдік. Адамның мінез құлқын іс-әрекеттері арқылы анықтап үйрендік. Намыс болу керек. Адамда намыс болу керек. Кейіпкердерден мінездеме берді. Өте жақсы. Оқушылар, бүгінгі сабақтан адамдардың бойындағы табылатын жақсы қасиеттерімізді бойымызға сіңіріп, жаңағы сотқарлық, мақтаншақтық деген мінездерді бойымыздан алып тастайық. Өйткені көрдік қой, бұл жақсы қасиет емес екендігін. Бүгінгі сабақта сіздер көркем шығармада көрсетілген кейіпкерлерді таптыңыздар, өте жақсы таптыңыздар барлығыңызды. Іс-әрекет арқылы образын ашып мінездеме бердіңіздер. Осы 4 кейіпкерлерге мінездеме беріп, олардың іс-әрекеттерін бағаладық, оқушылар. Бүгінгі сабаққа өте жақсы белсенді қатыстыңыздар. Келесі сабаққа біздер "Менің атым Қожа" фильмін толықтай нұсқасын көріп келіңіздер, және оның кітаптағы нұсқасымен салыстырмалы түрде баға беріп салыстыратын боламыз. Егер сұрақтарыңыз болмаса, сабағымызды аяқтаймыз. Кез келген уақытта кері байланысқа шығып, сұрақтарыңызды қоя беруге болады. Жарайды, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар, оқушылар. Жарайсыздар. Сау болыңыз. Жақсы, қайырлы күн. Сау болыңыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Қымыжыңызды жіберіңіз маған. Жақсы, сау болыңыздар. Өте тамаша, маған өте ұнады сабағыңыз. Рахмет үлкен.
плиты падают, к сожалению.